Қорғанбек Әзілханұлы 1975 жылы 15 қарашасында Қызылорда облысы Арал ауданы Сексеуіл кентінде дүниеге келген. Қорғанбек бала кезінен еңбекқор, алға қойған мақсатына жетпей қоймайтын қайсар жан еді. 1992 жылы номер 22 қазақ орта мектебінің 11 жылдық білімімен бітірді. 1993 жылы желтоқсан айында әскерге шақырылып, Қарағанды қаласында отан алдындағы азаматтық борышын өтеп, 1995 жылдың сәуір айында елге оралды. Алғашқы жұмысын Сексеуіл кентіндегі телефон және коммуникация станциясының 3-ші разрядты электромонтер болып бастады. 1997 жылдың тамыз айында Шымкент қаласында жұмысқа қабылданды. Қыркүйек айынан бастап машинист көмекшісі болып жұмыс жасады. 1999 жылы Шымкент қаласынан Сексеуіл локомотив жөндеу депосына ауысып келді. 2001 жылдан 2004 жылға дейін жылжымалы құраманы жөндеуші деделист болып жұмыс жасады. 2005 жылдың тамыз айынан бастап Сексеуіл пайдалану депосында машинист көмекшісі болып жұмысқа ауысты. 2007 жылы Ақтөбе теміржол көлігі оқу орталығында тепловоз машинистігіне курсқа оқуға жолданды. 2008 жылдың маусым айында тепловоз машинисті мамандығын бітіріп, машинист жұмысын жалғастырды. Қорғанбектің жұмысқа жауапкершілігі орасан зор, адал еңбегінің арқасында 2010 жылы кластық машинист болды. 9 жолдың торабы болған Сексеуіл кентінде пайдалану депосында 11 жыл адал еңбек етіп, өмірден ерте кетті. 80 жастағы анасы баласының артында аңырап қалды. 2016 жыл ана үшін өте ауыр жыл болды. Қорғанбектің ағасы Әділбек те өмірден өтті. Оның артынан 3 айдан соң Қорғанбек те кете барды. Өмірлік жары Айымбетова Айгүл Жетесқызымен екеуі 2006 жылдың қыркүйек айында шаңырақ құрып, өмірге 4 бала әкелді. Жан жары Айгүл екеуі небары 10 жыл бірге тату-тәтті өмір сүрді. 40 жаста қыршын кеткен Қорғанбектің артында қалған балалары өте кішкентай еді. Ұланы 9 жаста, Бекеті 8 жаста, Ақжарқыны 4-те, Әлиханы 3 жаста болды. Орны бар оңалар дегендей, бұл күнде ұлдары есейіп, қызы бой жетті. Қазіргі таңда ұлан Петропавл қаласындағы спорт колледжінің 2-ші курсын аяқтады. Бекеті бас қала Астана қаласындағы Қажымұқан атындағы спорт колледжінің 1-ші курсын аяқтады. Әлиханы Петропавл қаласында спорт интернатында 8 сыныпты үздік бітірді. 3 жылдың арасындағы бір тал гүлі Ақжарқыны 8-ші сыныпта аяқтады. Бұл күнде шаңырақтың отын өшірмей Қорғанбектің артында қалған балаларының болашағы үшін қарт ана мен жан жары Айгүл бар қиындыққа шыдап балаларды өсіріп жеткізіп келеді. Атамызға 15 жыл, Қорғанбекке 10 жыл, ендігі жерде Құран бағыштағаннан басқа қолымыздан ештеңе де келмейді. Жандары жаннатта болсын, қабірлері Құранмен нұрлансын. Артында қалған жан жарың, балаларың және тума туыстарың, достарың мәңгі есіне алады.